Генри Форд өткен ғасырдың ең танымал кәсіпкер ретінде танылған. Ол адамдардың өмір салтын, кәсіпті жүргізу жолдарының және экономиканың өзгеруіне үлкен үлес қосты. Оның кәсіпті жүргізуінің айрықша жолы әлі күнге дейін адамдарды қанаттандырып келеді. 12 жастағы Генри Фордқа үлкен әсер қалдырған ол паровоз болды. Себебі ол тұрған аймақта қатынас көлігі ретінде тек жылқылар мен күймелерді қолданатын. Ал мұнда алып темірден жасалған құбыжықтың болатты дөңгелектерде ары-бері зымырауы оны тәнті етті. Дәл осы сәтте ол өз өмірін неге арнайтынын түсінді. Ол кішігірім шеберхана жасап, өзінің бар уақытын сонда өткізді. Ал 13 жасқа жеткен кезінде ол кез келген сағатты күрделі құрылғысыз-ақ жөндейтін дәрежеге келді. Бірақ оның ата-анасы оның механик болуына қарсы еді. Олар Генридің фермер болғанын жөн көрді. Бірақ Генридің табандылығында шек болған жоқ. Ол мектепті тәмамдап, Детройтке механиктердің шеберханасына шәкірт болып орналасты. Ол сонда 4 жыл уақытын өткізді. Өзін баспанамен қамтамасыз ету үшін түнгі мезгілде сағат жөндеп ақша тапты. Алайда ол мұндай жұмыстан ешқандай болашақ көрмегеннен кейін өз үйіне оралып, механик жұмысын жалғастырды. Форд өзінің кішігірім құралдары бар қабдешасымен фермаларды аралап, сонда бұзылған техникаларды жөндеумен айналысты. Ал бос уақытының әрбір сәтін өзінің өнер табысына арнады. Ол фермадағы жұмысын жеңілдету үшін бензинмен жұмыс істейтін дәні күтетін құрылғы құрастырып, уақыт өткеннен кейін оның патентін Томас Эдисонға сатып жіберді. Эдисон оны өзінің компаниясына жұмысқа шақырды. Оның компаниясында Форд жылдам кәсіби мансапта көтерілді. Уақыт өте ол айлығы мол бас инженерге айналды. Бірақ оны сонда да техникалар қызықтырды. Оның санасында тек өзінің көлігін құрастырып шығу жөніндегі ой тыныштық бермеді. Ол өзінің алғашқы көлігін 33 жасында гаражда құрастырып шығарды. Және оған квадроцикл деген ат берді. Алайда оның өндірісі қымбат және оның үстіне қауіпсіздігі төмен болды. Компания басшылары бұл бастаманы құптаған жоқ және Генриға да оған бас тартуға кеңес берді. Алайда Генри өзінің арманына берік болды. Олар менің арманымнан айырмақшы. Арманым көліктер үйден үйге, қаладан қалаға, елден елге қатынайды және оларды бәр жақсы көретін болады деген арман. Бірақ мен арманынан ешкім айыра алмайды. Және Генри Эдисонның компаниясынан шығып, өзінің ісін бастауға көшеді. Бірақ ол кезде адамдардың өз көліктері болған емес. Халық арасында көліктерге тек байлардың қолы жетеді деген ой қалған. Алайда Форд көліктерді бәріне қол жетімді еткісі келді. Бірақ қол жетімді көліктер деген ой басым көпшілікке оңай қойған жоқ. Жаппай көліктендіру құдды бір сиқылдай болып көрінді. 1903 жылы 12 бизнесмен бірігіп, Фордтың басшылығымен Ford Motor Company компаниясын ашты. Ол компанияның 25% акциясын иемденіп, бас инженер лауазымында болды. Оның басшылығымен бірнеше инженер бірігіп, көлік құрастырды. Арадан бір ай өте көлік дайын болды. Және өз дайындаған көлігімен Ford тұтынушыларын аралап шықты. Алайда жаңа Ford Model A тұтынушылар арасында ешқандай сұранысқа ие болмады. Бірақ ол жай ғана берілгісі келген жоқ. Осы тұста оның өмірге деген көзқарасы басқаша болды. Оның ойынша сәтсіздікке ұшырау еш ұят емес, ал сәтсіздіктен қорқып, еш әрекетке бармау ол үлкен ұят. Өмірде ешқандай адамның қолынан бәрі бір-ақ рет талпынып жетістікке жету мүмкін емес. Тек табандылықпен, батылдықпен және еңбекқорлықпен жетістікке жетуге болады. Ал адамдар сәтсіздікке ұшырағаннан гөрі жиі ерте қолдарын түсіріп жатады деп санады Форд. Осы сәтте оның басына керемет ой келді. Ол өзі жасаған көлігімен Америкадағы ең жылдам деген көлікпен сайысқа түсуге бел буды. Және оны жеңу арқылы үлкен танымалдылыққа ие болды. Генри жайлы бүкіл ел естіді және ол осы мүмкіндікті барынша қолданыр. Форд
$23,000, яғни қазіргі күннің бағамымен салыстырғанда $700,000 жинады. Және бұл толықтай көлік шығаратын зауыт ашуға жеткілікті еді. Ол осы жағдайдан кейін әмбебап көлікті жасауға бар күш-жігерін салады. Қарапайым, арзан және қауіпсіз. Оның ойынша қымбат тек байларға арналған көліктерді шығарғаннан гөрі бәріне қол жетімді көліктерді шығару жөн болды. Алайда оның бұл көзқарасын барлығы құптаған жоқ. 1905 жылы оның серіктестері оның ойымен келіспей, негізгі пакеттің акциясы Александр Малкомсон өзінің акциясын Фордқа сатты. Форд компанияның негізгі иесіне айналды. Осыдан кейін ол көлік құрастырудың жеңілдетіп, көліктердің бөлшектерін стандарттады. Зауыт күніне 15 көліктен шығарып, көліктер көптеген адамдар үшін қол жетімді бола бастады. 1908 жылы Форд өзінің арманын іске асырды. Ол арзан әрі қауіпсіз Model T-ны жасады. Және бұл көлік өз заманының ең танымал әрі ауқымды көлігіне айналды. Көлікті айдау оңай болды, және оның үстінде ауылда аймақта жүруге жарайды. Форд көлік шығарудың өзгеше жолын ойлап тапты. Ол көліктерді қолмен құрастырғаннан гөрі конвейерде құрастыру әлде қайда жылдам және оңайырақ екенін айтты. Ал құрастыру жолы әлемдегі өндірісті толықтай өзгертті. Генри көліктердің қиын бөлшектерін оңайландырып, құрастыру жолын жеңілдете отырып, көліктердің бағасын түсірді. Оның құрастыру жолы басқа өндірушілерге қарағанда көліктерді 8 есе жылдам жинауға мүмкіндік берді. 12 сағаттың орнына Форд көлік құрастыру үшін 1,5 сағат уақытын құртты. Генри Фордтың тағы да бір айрықша шешімі ол жұмысшылардың айлығын 2 есе көтеріп, сол заманда болмаған жалақыларды өз қызметкерлеріне ұсынды. Күніне $5 және 8 сағаттық жұмыс кестесін енгізді. Бұл оған жұмысшылардың жетіспеушілігін жойып, және жаңа жұмысшыларды жылдам даярлауға мүмкіндік берді. Ол жұмысшыларға жай ғана көп ақша төлеген жоқ, жұмысшылардан көп еңбек те алды. Ол өз жұмысшыларының алған біліміне немесе өткеніне қараған емес. Оған ең маңыздысы жұмыс істеуге деген құлшыныс. Генри Форд уақытты босқа құртқанды ұнатпайды. Оның ойынша адамдарды жұмыс істеуге екі дүние итермелейді. Ол ақша табу және екіншісі оларды жоғалтып алу. Форд өз уақытын текке құртқан емес, оның зауыттары бар күшінше жұмыс жасады. Оның құрастыру жолдары жылдамдап, көлік жинау рекордты уақыттарды қойды. Жалпы алғанда 15 миллион Форд көлігінің Т моделі құрастырылды. 1920 жылдың басына дейін Форд өз бәсекелестерінің бәрін қосқанда олардан көп көлік шығарды. ақш-та сатылған 9 көліктің 7-еуі оның зауытынан шықты. Осы сәтте ол автомобиль королі деген атаққа ие болды. Форд басқа зауыттарды, темір кендерін, көмір орындарын, яғни көлік құрастыруға керекті заттардың бәрін сатып алып отыр. Әрбір сәт сайын ол өз империясын күшейте берді. Бірақтан оған өз еңбегінің жемісін көріп, тыныш алаңсыз өмір сүруіне оның бәсекелестері мен тұтынушылары жол бермеді. Қолжетімді көліктің сатылымы төмендей бастады. Тұтынушылар көліктерді түрлі түсті болғанын қалады. Бірақ Форд халыққа тек қара түсті көліктерді ғана ұсынды. Ал General Motors компаниясы көліктерді әртүрлі түсте және несиеге бере отырып, көліктерді қолжетімділігін арттыра түсірді. 1920 жылдары Model T-ның сатылымы күрт төмендеп кетті. Ал оған жақсылық тілейтін адамдар оның компаниясы құлайтынын болжады. Бірақ ол бұл жағдайда да берілген жоқ. Форд көлік өндірісін тоқтатып, басым көпшілік қызметкерлерін жұмыстан қысқартты. Ал өзі жаңа модельді ойлап табумен айналысады. Ол 1927 жылы өзінің жаңа модель А-сын халыққа ұсынды. Бұл модель техникалық жағынан және әдемілігі жағынан басқаларына қарағанда әлде қайда басымырақ еді. Ол бұл жолда өз компаниясын құрдымнан құтқарды. Генри Форд америкалық арманның белгісі іспеттес. Ол өз мақсаты адамдардың өмірін жеңілдету екенін түсінді.
Және ол үшін көліктер жай ғана тасымал құралы ретінде болған жоқ. Ол үшін көліктер қуаныш еді. Форд соңғы 100 жылдағы ең бай адамның бірі болатын. Оның байлығы қазіргі күнгі ақшамен есептегенде $200 миллиард. Және Генри Форд негізін қалған компанияны әлі күнге дейін оның ұрпақтары басқарып келе жатыр.